Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз параллельдік сандық интегралдау жобасын қорғамақпыз. Мен Балтабай Гүлім. Мен Ахметқалиева Ақнұр. Енді жобаның жалпы жоспарымен таныса кетсек. Бізде жоба параллельдік сандық интегралдау жобасы. Жалпы жоспар бізде төрт бөлімнен тұрады. Ең біріншісі ол біздегі жаңағы кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Соңында жалпы қолданылған, пайдаланылған әдебиеттерді айта кетеміз. Бізде кіріспе яғни сандық интегралдау туралы нақтылап айта кетеміз. Бізде сандық интегралдау ол анықталған интегралдардың мәнін жуықтап есептеуге арналған маңызды математикалық әдістердің бірі болып табылады. Ә, және сандық интегралдаудың негізгі мақсаты интеграл мәнін алдын ала берілген дәлдікпен және мүмкіндігінше аз есептеу шығындарымен анықтау. Жалпы енді келесі бөлімге өтсек. Жалпы жобаның міндеттері мақсаты болады. Енді міндеттермен таныса өтсек, бірінші ол сандық интегралдауды есептеу алгоритмінің жалпы схемаларын зерттеп, олардың бағдарламалық іске асыру тәсілдерін анықтау. Келесіден бұл анықталған интегралды сандық есептеудің бірнеше бағдарламалық нелерін имплементацияларын жазу және де олардың жаңағы өнімділіктерін салыстыру. Және де бағдарламалық кодты іске асыру және оңтайландыру процесінде параллельдік әдісті қолдануды көрсетеді. Сонымен қатар жаңағы алгоритмдердің бағдарламалық имплементацияларының өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін тәсілдерді зерттейміз. Және де бұл жаңағы жобаны оқу мысалында біз бірнеше параллельдендіру тәсілдерін салыстыра өтеміз. Сандық әдістердің теориялық негіздері ол математикалық талдауда классикалық есеп, яғни АБ аралығындағы берілген f(x) функциясы үшін анықталған а интегралды есептеу мәселесі болып табылады. Анықтама бойынша формальдық түрде АБ аралығында бірінші текті үзіліс нүктелерінің шекті саны бар функциялар үшін мұндай интегралдардың бар екені, бірегей екендігін алуға болатындығы белгілі. Яғни мына бізде берілген I тең интеграл адан б-ға дейін f от x x-тен болады, лимит n ұмтылғанда шексіздікке сумма n-ға дейін f кси дельта xi формуласы арқылы біз интегралдарды есептейтін боламыз. Және интегралдарды есептеу қалай жүретіні туралы бізде мына графикта көрсетілген. Осылай қадамдармен бөлу арқылы интегралдардың барлығын есептеп көрсетуге болады. Жалпы параллельдік сандық интегралдаудың түрлеріне тоқталып кететін болсақ, негізгі сандық интегралдаудың түрлері өте көп. Ол Ньютон катес формулалары және де Гаусс квадратурасы, сонымен қатар жаңағы Монте-Карлоны ата кетсек болады. Ал параллельдік әлеуеті жоғары бойынша біз ең алдымен Монте-Карло әдісін атайтын боламыз. Одан кейінгі орында біз жаңағы орташа тікбұрыштар әдісі және Симпсон әдісі, сонымен қатар трапеция әдістерін атап өтетін боламыз. Бізде ары қарай негізгі әдістерінің бірі Монте-Карло әдісі. Монте-Карло әдісі ол бізде математикалық немесе физикалық есептердің жоқ шешімдерін көп мәрте жүргізетін кездейсоқ сынақтар көмегімен алуға мүмкіндік беретін тәсілдер жиынтығы болып табылады. Айта кететіндей, бұл бір ғана есепті шешу үшін Монте-Карло әдісін қолдану сызбасы әртүрлі болуы мүмкін. Бізде интегралдар двойной, тройной деп көп әртүрлі болып жүреді. Соның ішінде міне көп өлшемді интегралдарды есептеу үшін I тең А1-ден Б1-ге дейін, солай АМ-нен БМ-ға дейін fx1, x2, xm, dx1, dx2, dxm формуласы арқылы бізде m өлшемді интегралды есептейтін боламыз. Яғни ол m өлшемді интеграл дегеніміз f үшін rm-нен r-ге ұмтылғандағы функциясының шектеулі жабық аймақ, яғни s тең А1-ден Б1 көбейтілген А2, Б2, солай АМ, БМ бойынша функционалды атаймыз. Геометриялық тұрғы бойынша бізде мына жақта цилиндрді алуға болады, яғни цилиндрдің схема түрі мына жерде бізде берілген. Жалпы бұл суретте біз MPI-дің параллельдеу кодын көрсетеміз, яғни Монте-Карло әдісінің пайдаланып біз қос интегралды MPI технологиясы арқылы параллельді есеп жолын көрсететін боламыз. Енді мұндағы біздегі негізгі мақсат негізінен күрделі математикалық есепті бірнеше процессорларға бөліп, соның уақытын жылдамдату, яғни есептеу уақытын жылдамдату. Бірінші бізде математикалық қойылым қоямыз, яғни бұл жерде суреттің жоғарғы жағында тұр, яғни бұл формула бізде қос интегралға арналған.
Келесі бізде жаңағы интегралдау облысын аламыз. Сол интегралдау облысы бізде x 0 мен 2-нің арасына тиісті болады, ал біздегі y айнымалысы ол x пен x түбірасты 3-ке тиісті болады. Жалпы бұл берілген аймақтағы функцияның көлемін немесе ауданын десек те болады, жаңағы кездейсоқ нүктелер арқылы табу есебі десек болады. Енді MPI-дің жалпы параллельдеу логикасына тоқтала кететін болсақ, бұл Монте-Карло параллельдеуге өте ыңғайлы, себебі процесс бір-біріне тәуелсіз жұмыс жасайды. Яғни біз нүктелерді бөліп аламыз. Бұл жерде жаңағы жалпы нүктелер саны біздегі ол n totalмен берілген, яғни бізде 10 миллион нүкте саны бар деп есептедік. Сонымен барлық қолжетімді процестерге тең бөлінеді, яғни бұл жерде n local n total бөлінген size, яғни барлық өлшемдерге біз бөліп аламыз. Кейіннен кездейсоқтық таңдаймыз, яғни әр процесс өз бетінше кездейсоқ нүктелер генерациялау үшін seed деген мәнді жаңағы процестің рәңгіне байланысты жеке орнатып отырады. Кейіннен осы біздегі берілген интегралды локальды есептеп, жергілікті қосындыға қосатын боламыз. Осы жаңағы есептеген локаль арқылы функцияның мәнін қосып орташа мәнін есептейміз локаль орта мән арқылы. Потом MPI редус арқылы барлық процестер біріктіріліп интеграл жуық мән табылады. Дальше біз мына жақта бағана бастаған MPI time уақытын аяқтаймыз. If rank тең 0 арқылы rank 0 процесі орташа мәнді есептейді. Бізде бұл жақта орта мән тең глобаль сумманы сайызға бөліп алып, дальше ауданда көбейтіп интеграл жуық мәнін тауып аламыз, нәтижені және есептеу уақытын шығарамыз. Яғни бұдан кейін бізде сяут арқылы нәтиже шығатын болады. Нәтиже терминалда бізде осындай түрде шықты. Біз нәтижелерді процесс 4-пен, 8-пен, 16-мен, 32-мен солай әртүрлі процесте жұмыс істеп, оның қанша уақытта шығарылатынын салыстырған болатынбыз. Мына графикте бізде осы Монте-Карло әдісінің әртүрлі процестерде қанша секунд бойы жұмыс істейтіні көрсетілген. Яғни процестің саны көбейген сайын бізде уақыт та тез бола береді. Монте-Карло әдісінен кейін орташа тікбұрыштар әдісіне тоқтала кететін болсақ, жалпы бұл орташа тікбұрыштар әдісінің идеясын айта кетейік. Ол әдіс, яғни қисық сызықты трапецияның функция астындағы жаңағы аудан бар ғой, соның ауданын қарапайым тікбұрыштарға бөлу арқылы есептейтін болады. Яғни бізде берілген AB интервалы болсын, сол AB интервалын n бөлікке бөлу арқылы есептейміз. Яғни бізде бұл жерде интеграл анықталған интеграл мәнін есептеуге біз, яғни қадамдарды есептеуге xi тең a қосылған IH, яғни біздегі жаңағы торды беріп алатын боламыз. Бұдан кейін біздегі формула бойынша жаңағы қисық сызықтың табаны немесе жаңағы қадамы деп атасақ болады, сол есептелінетін болады. Ол бізде h тең b минус a бөлінген n формуласымен есептелінеді. Мұнда бізде x0 және де yn мәндерін беріп алу арқылы жаңағы біздегі орташа трапецияның мәнін табатын боламыз. Және де қисық трапеция жалпы әрбір xi плюс 1 аралығында биіктігі орталық нүктедегі fx мәніне тең төртбұрышпен алмастыратын болады. Яғни бұл жердегі біздегі формула ол xi плюс 1 бөлінген 2 тең xi қосылған xi плюс 1 бөлінген 2 формуласымен есептелінетін болады. Және де бұл суретте бізде жаңағы көрсетілген бізге берілген аудан есептеу үшін бірнеше бөліктерге бөліп алу арқылы есептейміз. Және де бұл орташа тікбұрыштар әдісінің жаңа ерекшелігі ол алдыңғы процесстен тәуелсіз жұмыс жасайды. Сол себепті параллельдеуге ыңғайлы болып келеді. Орташа тікбұрыштар әдісін параллельді есептеуге арналған кезеңдерге тоқтала кететін болса, ол бізде бірінші кезеңі декомпозициялау болып табылады. Декомпозициялауда параллельді алгоритмдерін құрудың бірінші кезеңде, яғни негізгі немесе минималды қосымша тапсырма ретінде интегралды бір қадам бойынша есептеу таңдалады. Яғни I тең болады h көбейтілген
f xi плюс 1 бөлінген 2 формуласы бойынша табамыз. Яғни бұл осылайша бізде n негізгі қосымша тапсырма алынады. Келесі коммуникацияларды жоспарлау кезеңі. Бұл бізде екінші кезең болып табылады. Қосымша тапсырмалардың өзара байланысы анықталатын болады. Бұл жерде біздің жағдайда барлық қосымша тапсырманың нәтижелері жинақталып, арасындағы байланыс интеграл мәнінің қосындысын алу арқылы сипатталады. Келесі кезең, ол бізде үшінші кезең, тапсырмаларды ұлғайту немесе біріктіру кезеңі. Бұл жерде бізде минималды қосымша тапсырмалар біріктіріледі де, ұлғайған тапсырмалар жасалынады. Яғни қарапайым тапсырмаларды ұлғайту немесе біріктіру әдісі болып табылады. Соңғы кезеңі ол бізде есептеулерді жоспарлау кезеңі болып табылады. Бұл жерде әр процессорға бөлінген тапсырмаларды есептеп, әр процессорға бөлінген тапсырмалардың қосындысын есептейді. Барлық процессордан алынған деректерді жинап, жалпы қосындыны есептеу және нәтижені шығару кезеңі болып табылады. Ары қарай бізде орташа квадраттар әдісін MPI көмегімен, яғни параллельдеу көмегімен шығарсақ. Бұл жерде біздегі берілген есеп, бұл f от x тең x көбейтілген 2x минус квадрат бөлінген 12. Яғни бұл көбінесе қолмен есептеуге күрделірек есептерді біз осы интегралды әдістермен шығаратын боламыз. Сонымен қатар, енді кодтарға тоқтала кететін болсақ, бізде жалпы кодтың идеясы бұл жаңағы бізде берілген формула бойынша, яғни xm тең локальный a, яғни жергілікті a, қосылған h көбейтілген i плюс 0,5, яғни 0,5 бұл біздегі жаңағы қадам саны, яғни біздің қосып отыратын сан болады. Келесі біз fx функциясын осы жаңа айнымалы ретінде белгілеп аламыз, яғни value ретінде белгілеп аламыз. Сонымен қатар осы барлық біздегі қосындысын оны қадамдарға көбейтетін боламыз. Және одан кейін MPI-ді инициализациялаймыз. Бізде MPI-дің инициализациялауын кіргізгеннен кейін интеграл параметрлерін енгізіп аламыз. Яғни бізде сәйкесінше a 0-ге b 1-ге тең, эпсилонды 1 миллион деп, яғни оның алты дәрежесі деп аламыз. Потом бізде максимальный уақыт 5-ге тең, потом параметрлерін енгізгеннен кейін, сол жақта бізде MPI жұмыс істейтін уақытты есептеу үшін MPI time арқылы уақытты бастаймыз. Ары қарай бізде осы жақта while циклы арқылы барлық процестер бір уақытта тоқтайтын көрсетеміз. Ары қарай интервалдарды процессорға дұрыс бөлу, процесс өзіне тиесілі аралықты есептеу жергілікті интегралды алады, кейін барлық процесстердің нәтижесін MPI редус арқылы қосады. Яғни мына жақта барлығы көрсетілген, if else арқылы барлық жергілікті интегралдарды есептеп аламыз. Сосын бізде басынан берілген формула h тең b алынған a бөлінген n, яғни n-ге интегралды a-ны n-ға бөліп, жергілікті интегралды есептеп аламыз. Келесі бізде бұл жаңағы итерациялар санын беріп аламыз. Яғни бізде тіктөрт бұрыштар әдісінде бұл итерациялар маңызды болып табылады. Және де одан кейін біз жаңағы рунге қателігін тексеретін боламыз, сол арқылы нәтижелерді шығарамыз. Сонымен қатар бұл жерде дәлдік жетсе, бізде тоқтайды деген сөз. Ал егер де жетпесе, онда бізде n 2 есе артады. Бізде барлық процестер синхрондалады. Мына жақта MPI request арқылы соңғы интеграл мәні қателік итерациялар және есептеу уақыты ранг 0 процесіне шығарылады. Содан кейін мына жақта cout арқылы барлық нәтижелер шығарылып, потом кейіннен MPI жабылады. Мына жақта тоже бізде терминалда шыққан мәні көрсетілген, не i тең 315,0386 деп бізде интегралдың бағана бізде берілген функцияның интеграл мәні шыққан болатын. Және бұл жақта бізде рунге қателігі барлығы есептелініп шықты. Нәтижеде біз бірінші 4 процессормен бердік. Потом интеграл мәні, нақты мән, абсолют қате, қолданылған n, рунге қатесі және итерациялар, содан кейін 4 процессорде жұмыс істеген уақыт көрсетілген. Тура жаңағындай, орташа тікбұрыштар әдіс нәтижесі бойынша, график бойынша
бізде осылай көрінеді. Бұл жерде бізде 4, 8, 16, 32, 64 деп процессорларды есептеген болатынбыз. Енді Симпсон әдісіне тоқтала кететін болсақ, жалпы Симпсон әдісінің параллельдік әлеуеті басқа, яғни Монте-Карло және де орташа тікбұрыштар әдісіне қарағанда төменірек. Яғни формуласына келетін болсақ, бұл адам б-ға дейін интеграл аламыз, және де f от x функциясы бар. F от x функциясын интегралдаймыз, және де ол бізде жуық шамамен тең болады. Яғни жаңағы екі шеттерінің айырмасы бөлінген 6, және де жақшаның ішінде бізде f от a, яғни төменгі интегралдың шегін қоямыз және қосамыз. 4 еселенген жаңағы f от a қосылған b бөлінген 2 қосылған f от b арқылы есептелінетін болады. Және де бұл бізде Симпсон әдісінде қалдық мүшесі есептелінетін болады. Яғни ол rf тең b минус a-ның 5 дәрежесі бөлінген 2880, және де f оттың 4 рет туындысын алғаннан кейін максимумын алып есептейтін боламыз. Бізде трапеция әдісі, трапеция формуласы адам б-ға дейін f от x dx тең болады b минус a бөлінген 2. Жақша ішінде f a плюс f b формуласы шығады. Бұл жақта да қалдық мүшесі де бар. Ол rf тең b минус a-ның b минус a кубы бөлінген 12 көбейтілген максимум x a b аралығындағы модуль ішінде f 2 x-ке тең. Параллельдік әлеуетіне келсек, ол интегралдың қосу қасиеті арасында сандық интегралдау параллельді бағдарламалаудың мүмкіндіктерін көрсету үшін қолайлы әдіс болып табылады. Сонымен негізгі тұжырымға келетін болсақ, бұл тікбұрыш әдісі бұл теориялық негізді жақсы түсіндірсе, ал Монте-Карло әдісі бізде жаңағы практикалық күрделі есептерді шешуге арналған. Негізінен екі әдіс тек қазіргі заманғы жоғарғы өнімді есептеулерге параллельді бағдарламалауды қолданудың маңыздылығын көрсетеді. Бізде жалпы бірнеше әдебиетті қолдандық бұл жобада. Ең бірінші жаңағы Бахваловты айта кететін болсақ, бұл жерде бізде жаңағы сандық интегралдаудың көптеген нелері беріледі, түрлері, әдістері беріледі, және де қорытындылай кетсек, оның ішінде жаңағы Симпсон әдісі, трапеция әдісі толықтай графиктермен адамға түсінікті тілде жазылған. Вержбицкий кітабы бар. Бұл кітапта да сандық интегралдау толығымен берілген. Сонымен қатар параллельдік сандық интегралдауды біз көбінесе ғылыми жұмыстардан тапқан болатынбыз. Осымен бітті. Сонымен біз тақырыбымызды толық аша алдық деген ойдамыз. Яғни сандық интегралдау ол аналитикалық түрде табу мүмкін емес, немесе қиын болатын анықталған интегралдардың мәнін сандық әдістер арқылы жоқтап есептеу болып табылады. Біз осыны параллельдік түрде қалай есептелінетінін және қандай әдістермен есептелінетінін барлығын ашып көрсете алдық деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.